Ассалаумағалейкум. Исмердорс компаниясының оқырмандары, ЖК Ұлы Даладамыз. Жұрттікінен өзгеше, ерекше түстегі есігімізді орнатқан болатынбыз. Егер сіздер есік қарап жүрсеңіздер және есік туралы ақпарат іздеп жүрген болсаңыздар, есік туралы толық түсіндіретін боламыз. Жалпы мынау есіктің полотносы болып аталады. Бұл жалпы мынау есіктің ашылғаны бөлек, бұл есіктің полотносы. Және мынау екі жағындағы полностью бұл жерде допоталка қылып жасап шықтық. Бұл есіктің екі обналичнигі, көбінесе мынау төбесіндегісін фальш панель деп көбісі атайды, немесе дұрыс атауы негізі фрамуга болып аталады. Жалпы бұл хай-тек стиліндегі есік болып саналады, өйткені минимализм деп айтады. Полотно мен обналичник бір тұтас болып келеді. Мынау ручкасы болып саналса, және мынау астындағысы завертка деп аталады, немесе вертушка деп атайды. Іштен балдар құлтап қойса, сырттан мына жерден отверткамен ашып үйге кіре беруге болады. Және бұның екінші түрі бар. Мына жаққа келсеңіздер, кілтпен ашылып жабылатын қылып орнатуға болады. Есіктің ішкі жағына келетін болсақ, мынау доборка болып саналады, және артындағысы ішкі обналичник болып саналады. Біздің есіктің басқа есіктерге қарағанда өзгешелігі, бұл скрытый монтаждағы анодированный алюминий кромкасы бар. Бұл ешқандай покрытияның шығып кетпейді және отклеиваться етпейді, өйткені мынау кромканың ішінде қалады любой покрытие. Жалпы мынау есіктің іш жағына келетін болсақ, мынау анодированный алюминийден коробкасы, біреулер косягі деп аталады, және онымен жалғанып кеткені бұл доборкасы. Және мынау ішкі жақтағы обналичнигі болып саналады. Және сіздерге осындай сапалы мықты есіктер керек болса, астына номеріңізді қалдырып кетіңіз.